Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті оқырмандарым? Еліміздегі төтенше жағдай салдарынан мектеп оқу үрдісін қашықтан оқытуымызға тура келіп отыр. Осыған байланысты мен мектеп кітапхана меңгерушісі Шерімбаева Шынар Қонысбекқызы сіздерді жас жеткіншектеріміздің балдай тәтті тілінен шыққан ертегілерін тыңдауға шақырамын. Ертегі тақырыбы мысық. Бір күні мысық өзінің егесін қатты жақсы көріпті. Оны егесі де жақсы көрді. Бір күні мысық ойнап жүріп, егесінің сүтін төгіп алыпты. Сол үшін егесі оны үйіне қуып жіберіпті. Сосын жылап келіп жолбарысқа: ағатай деді. Кім сені ренжіткен? Деді жолбарыс. Анау тұрған адам, мен ойнап жүріп сүтін төгіп алып едім. Шақыр бері, менің ініме тиіскенді көрсетейін деді. Сіз оны жеңе алмайсыз, ол ақылды және күшті деді. Не дейді? Менен күшті ешкім жоқ деді. Сөйтіп шақыр бері деді. Сосын мысық келіп, мысық егесін шақырып: жолбар, сен бе менің інімді ренжіткен? Деді жолбарыс. Ой, кешіріңіз, кел жекпе-жекке деді. Ой, сізден артық ешкім жоқ. Мен сізге төтеп бере алмаймын деді. Қорқа бастадың ба? Деді жолбарыс. Сосын: мен қазір үйге барып күшімді алып келейін деді. Бірақ мен сізді байлап кетейін деп айтты адам. Сосын оны байлап кетті. Сосын қалтасындағы қамшыны алып, жолбарысты сабай бастады. Сосын жолбарыс ойбай деп қашып кетеді. Жіптен шешейін десе, жіп қатты байлаулы екен. Сөйтіп жолбарыс құлап мазақ болып қалыпты. Әлем Молдағұлов атындағы жалпы орта мектебінің 2-ші А сынып оқушысы Серік Мәншүкпін. Менің ертегім бір үзім нан. Баяғы заманда бір кедей мен бір бай болыпты. Байдың үйі кең, әрі әдемі. Асыл тасты күміс бар, алтын бар. Ал екінші кедейдің үйі төбесі бұтақталған, асты лашықталған. Содан соң кедей өзі еңбек етіп, күтіп, баптап, орып, оларға қарап, өзінің еңбегін істеп нанын жепті. Сосын су тасқыны болады. Ал кедей мен бай ағаштың басына шығып кетеді. Байдың қолында алтын, ал кедейдің қолында наны болады. Сосын бай кедейден былай деп сұрады: кедей, маған бір үзім нан берші, мен саған алтын берейін деп айтты. Сосын ол келіспеді. Екінші күні тағы да сұрайды: кедей, маған бір үзім нан берші, мен саған алтынымның жартысын берейін деп айтты. Ол күнде келіспеді. Үшінші күні шыдай алмаған бай одан тағы да сұрайды: кедей, маған бір үзім нан берші, мен саған алтынымның бәрін берейін деп айтты. Ол кезде де келіспеді. Сосын байдың басы айналып, суға түсіп кетеді. Сосын су кеткеннен соң кедей жерге түседі екен. Алтын күміс тас екен, арба бидай ас екен деген сөз осыдан қалған екен. Ертеде бір тышқан өмір сүріпті. Ол орманға азық-түлік әкелуге кетті. Тышқан өз үйіне келіп қараса, үйінде бір жылан жатыр екен. Тышқан не істерін білмей, көршілеріне кетті. Көршілері былай деді: сен басқа інді қазып ал, ол жылан сені жеп қоюы мүмкін деді.
Тышқан мұнайып келе жатқан кезде бір ұйықтап жатқан адамды көрді. Тышқан өз ойын асырмақшы болып, адамның мұрнын тістеп алды. Адам атып тұрып, тышқанды қуалай жөнелді. Жылан сыртта жатқан етін. Тышқан жыланның қасына келіп тығылған кезде, адам жылан шағып алды деп ойлап, жыланды қуып кетті. Ал тышқан баяғыда өз үйінде бақытты өмір сүрді. Осымен ертегі аяқталды. Мен Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектеп 2-ші А сынып оқушысы. Сіздерге Қарлығаш пен Дәуіт ертегісін айтып берем. Қарлығаш бір күні жартасқа ұя салады. Балапандар қарны ашып кеткеннен Қарлығаш балапандарына азық іздеуге барады. Сол кезде жылан балапандарын жемекші болғанын көріп қалады. Сол кезде Қарлығаш жыланды айдау үшін көмекке барады. Бірінші көкекке барады. Көкек: мен қонаққа барам бүркіттің үйіне дейді, мазамды алма дейді. Қарлығаш ұшып барып қарғаға барады. мен үйленемін дейді. Қарға: мазамды алма дейді. Сол кезде Қарлығаш жылап көзінен жасын ағызып келе жатса, алдынан бір Дәуітті көреді. Дәуіт: мен көмектесейін дейді саған, арқама отыр дейді. Қарлығаш бір көзді ашып жұмғанша ұясына жетіп қалып, жыланның көзін ағыз жібереді. Кейін жартастан құлап мерт болады жылан. Сол кезде мәңгілік дос болып, бірге өмір сүріп жүреді Дәуіт пен Қарлығаш.